Асқар. Асқар. Есіміңіз? Айгүл. Болды. Мен қазір мынандай сұрақ қоямын. Асқар мен Айгүл қандай деймін? Тек адам басатын әңгіме ету керек қой. Асқар мен Айгүл ақылды, абыройлы, авторитет, аферист деген мысалға. Сенің атың кім? Думан. Думан, Д, дерзкий, Д, достойный, Д. Есіміңіз? Шолпан. Шолпан, Ш. В общем, Шыдан бастатын сөз ғой үшін. Ең ұнаған сөз. Кішке подарка береміз. Итак, Асқар, соны айта алмай жүрдіңіз ба? Итак, Асқар ағамыз қандай? А, кеттік ал. Ақылды, ақкөңіл, ажарлы, абыройлы, адал, ақылды. Сізге бірдеңе беріп аузын жабайықшы. Активный, ақкөңіл, абыройлы. Қалай? Артист дейді. Артист деп отыр аға. Адекватный дейді. Аңқау дейді ғой. Рас па? Аңқаулығы рас бет? Сөйлеймай жалпы өзі бұлай. Специально бір кнопкасы бар сияқты. Ең ұнаған сөзіңіз қайсысы? Ақылды. Ойбай, өзіне кола қойын жоқсың ба? Ақылды деген сөз кім айтты бірінші? Сол кісі орнына тұрып, просто подаркасын алып кетсін. Кім айтты ақылды деген сөзді? Кім? Сіз кесеңізші ортаға, музыка жібер. Өйте! Рахмет! Жыны, аумаған енем ғой менің жы. Жыным келеді десің. Осындайғы түрде күшті, көйлегіңізде күшті екен. Биткен кезде салқын шығар десің. Есіміңіз кім, апа? Алмагүл. Кім боласыз ма ағамызға? Жеңгесі. Жасың 100-ге келсін, Алмагүл. Подарканы беріңіз. Сөйтіп біздің ағамыз қандай екен? Ақылды. Рахмет сізге. 100-ге келіңіз, апа, аман болыңыз. Кім? Алмагүл? 120-ға келіңізші. Алмагүл! Вообще өлмесші, Алмагүл, аман. Болды ғой, Алмагүл уже риза. Қандай? Уже ақылдысыз. Сіз есіміңіз кім дедіңіз? Айгүл. Все, Айгүл қандай? А, мақтаймыз. Түріне қарап мақтаймыз. Алқаш, неше, оны керемес, ұят болады. А? Жоқ, бұл кісіге андай бір Афродита деген сияқты айтсайықшы. Адал, ақылды, и тура сол сөзді мына кісіге нечестно уже. Ау! Алтын, адал, ажарлы, авторитет. Авторитет. Енең қандай айтшы? Анаконда десе. Ау! Не дейді? Ақылды. Ақылды. Ажур. Қандай? Ажурны. Ойбай, сіз жана. Алмагүлдің туысы емессіз ба сіз? Асқардың анакондасы. Еще Асқар мәз ғой соны. Ақшалы дейді. Қандай? Апа, не дейсіз айтыңыз ма? Ардақты ана, офигенная дейді. Асыл ана дейді. Болдау деймін. Болдау. Бұлай, түшесек шықсымай. Қалай? Абыройлы. Абыройлы, болдау деймін. Итак, сіз ақылды, сіз қандайсыз? Асыл. Асқардың анакондасы ма? Ау? Асыл жар, асыл ана. Сон біреуін таңдасаңызшы. Асыл ана. Қой, үйтіп айтқан жоқ, ешкім. Ойбай, сіз кесеңізші, апам-ау. Келіңіз ортаға. Засверкали звезды ярко, лепестками розы сладкой, между нами ночь загадкой. Рахмет. Ой, ғына кісін қараңыздаршы. Сен 40 жылдан кейін осындай боласың. Рахмет. Келдіңіз екеуіңіз күшті болып тұрсыздар. Суббота бен пятница болып тұрсыздар. Апа, қалайсыз, амансыз, қош келіп. Ешқандай әзіл айтпаймын сізге. Рахмет апаға. Шапалақ ұрықпайыңыздар. Үлкен кісі ұят болады. Туасын, апа. Кеш, Думан. Сен бөлексің ғой. Нақсың, қараш. Сен нексің? Нақсың баласы емес, бір класстасы сияқты екенсің кәдімгі ше. Мен ғой екеуі так. Думан, Д. Дарынды. Дерзкий. Добрый. Достойный. Данышман. Дикий дейді ойлашы. Дикий дейді сен ойласашы. Д. Денежный. Денежный деп атыр сен ойлашы.
дәулетті, дарынды, добродушный. Қалай? Дикий дарабоз. Дикий дарабоз. Несі адам нерсіне тиіп тұрсын? Қалай? Деятельный. Ау, Данышпан. данышпанды айттық қой. Добрый. Дорогой. Бақсы неғып менімен ұрсып жүр? Дәулетті. Дәулетті. Так, мына кісінің мен кәр қолын көтерім кеп тұр. Қазір апа. Қалай? Символы даналық. Ненің символы? Даналықтың. Ё-майы, думан. Даналықтың символысын сен білесің бе? Неғып күлмейсің? Даналықтың символы. На сөзге ішіп кетуге болады даже. Сіз кім боласыз сосын? Құдаша. Құдағидың сіңлісі Құдаша. Құдағидың сіңлісі, е? Құдағидың сіңлісі. Сіңліңтің. Құдағидың сіңлісі екен. Итак, ең ұнаған сөзді айт. Қандай сөзді таңдасаң да, сен даналықтың символысын ботам. Любой сөз таңда, денежнен таңдайсың ба? Хочешь дикий дарабоз таңда, өйткені сен даналықтың символысын. Ұлыңыз қандай? Даналықтың символы. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Өзі мен бірдеңе деп тұрмын мысалға. Любой сөзді таңдаш, любой сөзді. Сен любой сөзге лайықтысың, өйткені сен даналықтың символысың ботам. Даналықтың символы. Ой, как неожиданно, да? Неожиданно ғой, я. Кім айтты екен? Давай, іздей, кім айтты екен? Ана жақта қойдың походу, я? Ау? Что-то ана жақтан шыққан сияқты, өзім сияқты аферист екенсің сен бар ғой маған. Даналықтың символы, келіңіз ортаға! Шап! Жаным деп күнарам, күнде саған барам. Сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені. Ойба, сіз бар ғой андай бір қымбат больницаның директоры сияқтысыз. Андай спокойно шығып, өлтіріп алдық дейтін. Мәңіз, мынау сізге спасибо. Құтты. Неге үстімен жаман үй шығып тұрма құрсын? Сәл бар екен, өзіңе қарап бастайсың. Келіңіз, ойбай, мына кісі деген бөлек қой, түрінің өзі, машалла ғой, қараш, машалла, әлхамдулилля. Келіңіз. Итак, біздің келін шолпан ба? Шолпан қандай? Шикарная дегеннен кейін қоя сал керек қолжы. Тек шешеден боқтамаймыз. Неме қыз? Шырайлы ару қыз, шикарная деген қандай? Шырайлы ғой. Қалай? Шырайлы Шымкент дейді. Сен қай жақтыкісің? Шымкент. Сен Шымкенттікісің ба? Шапалла қырайықшыған. Шымкент ба? Вау! Бөлек қой Шымкент деген. Шыдан көп сөз қойшы. Айта берсеңші, мен естіп тұр қоны. Апа, мен естеймін бән, ау. Шашпаулы, шебер, шустрая, шедевр. Ойбай, шедевр дейді ғой. Әдемі емес пе шедевр деген? Дальше. Шынайы. Не дейсің? Шыншыл. Щедрая, ол шығой щедрая. Итак, мына кісі ақылды. Мына кісі асыл жар, Мына күйің. Қалай? Сен даналықтың символысың сен. Қандайсың сен? Даналықтың символы. Шаңырақтың ширақты шолпаны. Шы ма? Ол шы емес.